Ана жылы мен Құлыптас қыстағына барып, ағайынды үшеуіңді туған күнге арналған тартуды айламен қолға түсіруге көндіргенде, ұрлауларыңа болмайды деген едім. Ал бүгін міне қосынның ақылшысы болып, өздеріңді осында бастап келерімді кім ойлаған? Құлыптас қыстағында жетіп бері бас қосқанымызда, Чаугай аға менен туған күнге арналған тартуды тонауға бола ма деп сұрағанда, мен ол кісіге бұл нәрселерді тонасақ, батырларымыз қарақшыға айналады деген едім. Бұл Ляңшандағы 108 батырдың бас қосуының бастамасы болды. Сол кездегі жетеуіміздің ішімізде Чаугай аға Зыңту қаласында қайтыс болды. Бұл тайдағары күңзіншің дала кезік бетті. Жирен шашты сайтан Лютаң соғыста қаза болды. Енді міне жердегі жебірейіл Рәншауар мен құмыры қысқа Рәншауы да қаза болып, жетеудің ішінен екеуміз ғана қалдық. Саған қайт дегенім, жетеуіміз бас қосқан сол бір жерді мекендеп қалсын дегенім еді. Кейінгісін тағы көріш атпайсың ба? Сіз қыстаққа келіп, бізді топқа қосылуға насихаттаған кезде, ағайынды үшеуіміз қазіргі ұлықтар шетінен есуас, олардан үміт күтуге болмайды. Үшеуіміз балықшы болып күн кешірсек те, бейне кешірілмес қылмыс өткізгендей болып жүрміз. Егер кімдегін бізде түсініп, бізге демеуші болса, соған жанданымызбен болсамыз деген едік. Ляңшан қопасына шыққаннан бері ештеңеден аянған жоқпын. Алтын күміс, торғын торқадан да кенде болмадық. Кеселеп шарап ішіп, талақтап ет жеп, чат-жадымын тұрмыз кешірдік. Ағайынды үшеуіміздің өнерімізде кәдеге жарап, жігеріміз асқақтап жүруші еді. Өмір деген осы екен ғой. Екі ағам бақилық болды. Мен майданнан қашсам, бақилық болған марқұм ағаларыма күлкі болмаймын ба? Қайтып кет дегенше басымды кесіп алғаныңыз дұрыс. Балгерлер ағайынды үшеуінің құмырларын қысқа болады деп еді. Жазымыштан озымыш жоқ деген осы болды ғой. Енді сенің ғұмырың ұзаратын болады. Паңла қашан өлсе, сонда қайтасың. Жүр. Әй,
Құдықта су бар екен. Рас па? Рас па? Қане? Ой, жақсы болды ғой онда. Öyle su var ekan. Çölümüzde basatın olduk. Қане. Байқа. Қане, су ішіңдер. Қане су ішіңдер. Тақсыр су ішіңіз. Қане? Жігіттер, қандай Қане қандай жібітіп алдыңдар? су ішіңдер. Су ішіңдер. Шіркін. Ақылшы, расында сұңғыл екен. Бұл неменің осында келерін кім ойлаған? Арняң, осындай үлкен еңбек көрсеткенде, патшағзам бізді қалай сыйлар екен деші? Сыйлықтың не керегі бар? Көптеген бауырлардан айырылдық. Елдескенше, Ляншанда жүре берсекші. Отағасы! 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 Саған не болды? Арняң, тез кет! Жоқ, екеуміз бірге кетейік. Арняң, тез кет деймін! Жоқ, екеуміз бірге кетеміз. Тез кет! Кет деймін! Жоқ. Ай!
Таңла. Дереу бағын. Сен кімсің? Дивана уысыңмын. Тізе бүксең, қаяқтан аман қаласың. Атыңа көптен бері қанық едім. Бірақ мені оңайлықпен ұстай алмас па екенсің? Tаңла. Hey? Тіріңмен қалай жолбар соққансың?
Жолбарыс соққан оғызын чамың белгілі екен. Ана түріңмен қайты жолбарыс соғып жүрсің. Ақтарар жан сырын жазған бай. Таба алмадық. Аға! Аға, фаңларын таба алмадық. Шауып тастайын! Аптық ба! Ayrıldım. Ağa. Аға! Аға! Болмайды. Аңғалдық істеуімізге болмайды. Еңбегіміз еш кетеді қойшы. Аға, жағдаймен санасайық. Еме соқтықпыңдар. Мен оны құтқаруға келдім. Шауып тастайын! Қанеки тақсырлар. Қолбасылар, отырып сөйлесейік. Сұңатайшы, бұл жолы қарақшыны аластауда көп еңбек көрсеттіңдер. Қолдарың шығын болғанымен атақтарыңа икеленді. Бұған да шүкірлік. Кезінде 108 батыр мен терістікке жорық жасағанда барлығымыз аман келген едік. Қазір өз басым аман келгенімен Шандыңдағы ауылдастардың бетіне қалай қараймын? Әй, Сұңатай солай дей көрме. Біреу бай, біреу кедей болса, ал енді біреудің ғұмыры ұзын, біреудің ғұмыры қысқа болады.
Бақ жұлдызы жанған адам бақытсыздарды жолға салады деген сөз бар. Сардарларыңның құрбан болғанынан намыстанба. Сен үлкен еңбек көрсеттің. Мұны патша ордасы білсе, үлкен лауазым қиы болып, ауылыңа оқалы тон киіп қайтасың әлі. Бұған кім сүйінбесін? Қол басы, қамықпа. Дереу жолға мына кірісіп, Астанаға аттанып кетіңдер. Фаңла, абақтыда жазасын тосып жатыр. Фаңланы Астанаға апарып дереу жазалаймыз. Басқада қолға түскен жасақтар бар ғой. Қайдағы жасақ? Өңкей бұзақы қарақшылар емес пе? Дереу оларды алып шығып, бастарын алыңдар. Тақсыр. Бұл жасақтар әсілі қала мен ауылдың жай бұқаралар екен. Бізге тізе бүгіп отыр. Бастарын алатын болсақ, онда... Соң қол басы. Қарақшының аты қарақшы емес пе? Қылмысы басынан асқан бұндай қарақшыларға әсте рахмет бей. Тамырына балта шабу керек. Бес мыңдай адам ғой. Түгел қырлама. Солай. Түгел қырылсын. Патшағзам. Соңжаңның қолы Баңюандыңды шауып, Фаңланы ұстапты. Оны Астанаға келе жатыр екен. Жарайды. Жарлығымды жеткізіңдер. Соңжаң Астанаға қайтсын. Оған чем беріліп сыйлансын. Үш қосында сіңірген еңбегіне қарай, ордадан сыйлық алатын болсын. Айбаратханада жүгенсіздік істеп жүрген кім? Сізге не болды? Қатты ұйықтап кеткен екен. Соғыс дабылының дауысынан оянып кеттім. Тыңдаңдаршы. Дәл осы дауыс. Біреулер қарап жойып жатқан секілді. Жүгіріп шығып көмектескелі келдім. Қателестіңіз, бұл дабыл үн емес. Шантан өзенінің уәделі тасқыны ғой. Уәделі тасқын? Көрдіңіз бе, сіз мына судың сарылын естідіңіз. Дәрия тасса, дәрия тасқыны дейміз. Қалайша, уәделі тасқын болады? Бұл тасқын күндіз де түнде де дәл уағында келеді. Ешқашан кешігіп көрген емес. Бүгін тамыздың 15-і. Тасқын үшінші дабылда келу керек еді,
Айтқандай-ақ, дәл уағында келді. Уәдесінен таймайды. Сондықтан уәделі тасқын дейміз. Уәделі тасқын де. Әй, ұстазым Жыжын Қазірет кезінде аян сөзін айтып, естігенде тасқын дауысын мақұл боп мәң ұйықтайсың деп еді. Мақұл болып, тыныш ұйықтау. Сонда, ол сөздің мәнін не деп түсінуге болады? Тәркі болған адам бола тұрып, бұл сөздің мәнісін білмейсіз бе? Расында білмейді екем. Ұстаз, түсіндіріп қойсан қайтеді? Шайқылар өлгенде бұлдыр дүниеде есін жиып, жақсылығы іске асып, жамандығы жоғалады. Бұны бақыл болу дейді. Міне бұл шайқылардың өлімі есептеледі. Үстіне патшаның сыйлыққа тартқан шайқылық киімін киіп, дәруіштерден бір парақ қағаз сұрап алып, оған бәйіт жазып, құлшылық орындығына отырды. Қош иісті тұтанғыш тұтатып, қағазды ғибадат төсегінің үстіне қойып, сол аяғын оң аяғының үстіне айқастырған Лужишін түсін бұзбаған қалпында ол дүниеге аттанды. Інім, әділеттілі аға саған амандаса келді. Аға, біз сізге амандаса келдік. Інім, Жышын інім. Ақылшы, Өмір бойы сопылық парызын өтеп көрмөгөм, күсел түріп өрт қойып қанышпесем шөлдөгөм, алтын арқан кенеттен ағытылды саудырап, меруерт құлып шағылып сынатығын жетті шақ. Шәнтаң сенің уәделі тасқыныңды көргенде бүгін ғана таныдым, өзімді өзіммен бейбақ. Аға! Аға! 江山飞花美如画，豪杰壮士一叠叠，侠义如酒浓于酒，男儿芳影情烈烈，江山飞花美如画。 豪杰壮士迎叠叠，侠义如酒浓于酒，男儿芳影情绵。
Kalgan ömrümüzde gıybat etken da bir götkizmek edip koy. Menini жалғыз тастап кетіп қаласыз. 兄弟非亲心，今生来世总相英雄，原来是群星下界，寻常的瓦舍兵书，暗藏着就是秘诀。人间恰似水波，情意兰舟同彼岸，天地宛如山寨，四海兄弟赴梦圆。山寨如家生死家，挑灯把酒三军乐。兄弟非亲心更亲，前生来世总相携。可爱的草莽英雄，原来是群星下界，寻常的瓦舍兵书，暗藏着就是秘诀。人间恰似水波，情意兰舟同彼岸，天地宛如山寨，四海兄弟赴梦圆，四海兄弟赴梦圆。Ağa, Cöşenenim qayda. unutup kaldınız ba? Lujishin oturgan ornunda kaytıs bolup ketipti. Kese biz başka ziretти şakırıp, nom okutup, tabıtın örtüp, Munara avlasına cerlik koyduk. Qayran enim ay. Бірақ түннің ішінде кетіп қалғаның не? Өзіңмен қоштасуға да үлгірмедім ау. Qani.
болсаң інім, болға еткенің. Аға, мен кезінде Жишін ағаммен дос болып, бір ғибадатханада тұрып, бір-бірімізге көз құлақ болып едік. Ол кісі менен бұрын аттанып кетті. Ал мен өлмесем де мүгедек болып қалдым. Енді сізге қолғанат болуға баймын. Астанаға мүлде барғым келмейді. Батырларда тізімдеген кезде менің атымды жазбай-ақ қойыңыз. Мен Леуха ғибадатханасында чайқы болу, қалған өмірімді тыныш өткізсем деймін. Сендердің бұрыннан осындай ойларың бар екен. Олай болса, қалсаң да болады. Жишін дырдуға құмар еді. Біреу оған серік болмаса, зерігіп қалатын шығар. Аға, бұл менің тасбауырлығым емес. Түсінем. Бәрін де түсінем. Қолайыңа жақса, өміріңді осында алаңсыз өткіз. Саған ақ өлім берсе, мына ағаңның да көңілі жай табар еді. Жақсы тілегіңізге рахмет. Рахмет. Содан бастап уысың Леуха ғибадатханасында чайқы болып, 80 жасқа келіп дүние салды.